Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет тез дайын болатын осындай творогтан жасалған печеньені жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдыменен бізге бір жұмыртқа және де шекер граммдарын астына жазып кететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Және описание бөлімінен граммдарын оқи аласыздар. Және де ерітілген сары майды құямыз. Оны бір келкі етіп венчикпенен жақсылап араластырып жібереміз. Және де ұнымызды саламыз. Оның үстінен разрыхлитель және менде ванилин. Екеуін бірге осы ұнның үстінен саламыз және де жақсылап араластырып қамыр илетін боламыз. Қамырымыз жылдам дайын болады. Песочный тесто бізде болып шығады. Онда шетінен осылай керегінше салып отырсаңыздар болады. Барлығын елеп алдын ала ұнымызды дайындап қоямыз және де шетінен салып отырамыз. Қамырымыз осылай қоюланғаннан соң қолымызбен елеп қамырымызды дайындап аламыз. Осындай жұмсақ, ондай әдемі қолға жабыспайтын майлы қамыр дайын болады бізде. Енді қамырымызды бір шетке 5 минутқа, яғни салмасын дайындап алғанша шетке алып қоятын боламыз. Ол аралықта ол тына береді. Енді бізде творогымызға бір жұмыртқамызды, егерде творогтарыңыз майлы болып келетін болса, жұмыртқаның сарысын ғана қоссаңыздар жеткілікті. Және де менде үйде дайын болған қаймақты істететін боламыз. Дүкендікі де жарай береді, қолдансаңыздар. Оның үстінен шекерімізді саламыз және де жарты шай қасықта ванилинімізді салатын боламыз. Ванилиніміз өте ерекше дәм береді және де иісі де әдемі болып шығатын болады. Енді барлығын бір келкі етіп қоймалжың болғанша жақсылап араластырып аламыз. Достар, видеомды көре отырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Және де өздеріңізге қажет барша рецептерді менің каналымнан табылатын боласыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Неге салмамыз дайын, енді бізде қамырымызды жайғана жайып алатын боламыз. Қамырымыз майлы, яғни песочный болғандықтан осылай шашыраңқы болып шығуы да мүмкін. Немесе майды сіздер ерітпестен жаңағы үй температурасында жаңағы еріп тұрған күйі қолдансаңыздар да болады. Яғни қамырларыңыз қатты болып қалмайды. Осындай майлы, жұмсақ қамыр болып дайын болады. Неге? Қамырларымызды жайып алдық, шет-шетінің ешқандай қорқатыны жоқ. Бұл песочный болғандықтан қамырымыз бір-біріне тез бірігіп кететін болады. Енді үстінен салмамызды саламыз. Керегінше қалың етіп салып жіберудің де қажеті жоқ. Өйткені творогымыздан суланып, қамырымыз онша болмай пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін жұқалап етіп осылай жайып алатын боламыз творогымызды. Енді бір келкі етіп жайып болғаннан соң қамырымызды бір шетінен бастап рулет тәріздес етіп осылай орап шығамыз. Осылай жалпақтау етіп аласыздар. Яғни арасында ауа қалмауы қажет. Қамырымыздың қалыңдығын 1 сантиметр етіп жаямыз. Сол кезде таза пісіп шығатын болады. Енді қалауларыңыз бойынша осылай кессеңіздер де болады, немесе дөңгелек күйінше де жай ғана кесіп шықсаңыздар болады. Осылай көрінісі өзгеше болу үшін осылай кесіп шықтым.
яғни енді пешімізге салатын боламыз. Пешімізді ол аралықта жай ғана қосып қойсаңыздар болады. 200 градуста 25-30 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. 200-де, яғни 250 градуста пісіріп алсаңыздар болады. Енді барлығын табамызға қойып шығамыз, ұқыптап қойып шығамыз, және де бетінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үйлеріңізде осы құрамдар, яғни творог болатын болса, басқасы үйден табылатын заттар 30 минуттың ішінде балдарыңызға осылай дәмдетіп жасап берсеңіздер болады. Арасында дүкеннен сатып алмайық. Жұмыртқамызды барлығына тегісіп жағып шығамыз, және де үстінен осылай кішкене узор етіп, мен вилкаменен осылай жүргізіп шықтым. Піскен кезде, яғни бетінде осындай узор болып шығатын болады. Пештеріңіздің градусын туралап отырып, осылай пісіріп алатын боламыз. Оның үстінен қант ұнтағын осылай сеуіп шықтым. Өте керемет, дәмді болған, тез және жылдам дайын бола алатын осындай печеньелеріміз дайын. Шайға барлығыңызға ас болсын.